Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Қазақ тілі сабағы 2-ші сынып, 10-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы «Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?» Сегодняшняя тема урока – результат урока. Чему я научился? Открываем книгу, 106-я страница. Кітапты ашамыз, 106-шы бет. Открываем тетрадь и пишем сегодняшнее число. Желтоқсанның 3-ші. Бірінші тапсырма. Первое задание. Сөз жұмбақты шеш. Реши кроссворд. Ребята, здесь нам дали вот такие рисунки. Вместо вот этих пустых клеток вам нужно написать слова. Например, первое. Доп. Точно так же пишите ответы. Үшінші тапсырма. Третье задание. Сұрақтарға жауап жаз. Напиши ответ на вопросы. Первое. Сенің үйің ненің жанында? Твой дом находится рядом с чем? Менің үйім мектептің жанында. Точно так же пишите остальные 3 слова. Сенің үйің ненің жанында? Менің үйім дүкеннің жанында. Второе. Сенің үйіңе не жақын? Что находится близко к твоему дому? Менің үйіме театр жақын. Третье. Сенің үйіңнен не алыс? Что находится далеко от твоего дома? Менің үйімнен саябақ алыс. Точно так же пишите ответы в тетради. Ребята, выполняем и отправляем задание до 12:00 завтрашнего дня. Балалар, тапсырманы орындап, ертеңгі күнгі 12:00-ге дейін жібереміз. Всем удачи, барлығыңа сәттілік.